Kızlar, bugün biz hidronomol to'qib үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Тоқымас бұрын әуелі үлгісінен бір қарап алатын болсақ, бұл жерде ақ түсті моншақпен бірге тоқылған орамалды сіздерге көрсетіп тұрмын. Және де бұлардың шашақтары бубинчик шашақтар деп аталады. Шашақтардың өзінің негізі көп түрлері бар. Және де осындай молочный түсті жіпті қолданатын боламыз. Бұл турецкий жіптер. Ал енді крючоктарға келетін болсақ, мен екі түрлі крючок қолданамын. Бірі осындай тоқуға арналған крючок, және де екіншісі бисерге арналған крючок. Бұл жаңағы тоқыма жіптің арасына моншақты өткізу үшін қажет. Және де бізге осындай моншақтар қажет. Моншақтардың түстері, олардың көлемі өзіңіздің талғамыңызға байланысты. Ал қыздар, енді біз тоқып бастайық. Ең алдымен біз осылай 5 ілмек аламыз. Және де олардың араларын қосып, круг, яғни дөңгелек жасаймыз. Міне осылай қосылады. Сіздерге анық болу үшін көрсетіп жатырмын. Және де біз тағы 4 ілмек аламыз. Және бұл орысша айтылған кезде воздушный петель деп айтаймыз, ал қазақша ілмек деп аталады. Және де біз осылай крючокқа 2 рет орап, тағы 3 баған алатын боламыз. Және общий барлығын қосқанда бізде 4 баған болып шығады. Қараңыздар, 2 ілмек аламыз. Және де осылай 3 рет шығарамыз. Және де өстіп 5 ілмек жасаймыз. Және тағы 4 ілмек жасайтын боламыз. Общий барлығы жан жақтары 4 баған болып шығу қажет. Sağынан еркем сені толқытады мені сезім лебі. Қыздар, енді біз 4 баған жасап болдық. Енді тағы 4 ілмек жасайтын боламыз. Және де теріс қаратып, 2 бағанның ортасына кіргізіп, тағы 3 баған жасаймыз. Сонда общий 4 баған шығады. Мәңгі қол ұстасып, келші сүйген сәулем жанардағым. Кетпеші қасымнан аңсап күткен арманым, өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым. Бір Енді қыздар, қазір біз 5 ілмек жасайтын боламыз. Және де оны осындай отырып 5 ілмектің ортасына кішкентай столбик жасайтын боламыз. Тағы 5 ілмек жасап, аңсап жабығар жан жүрегі. 4 баған жасайтын боламыз. Жүзіңнен арай көрдім, адасып алдыма қалай келдің. Көз алмай қызыға қарай бердім,
Kızlar biz en basını topladık. Şimdi tағы да ілмей жасаймыз. Жүректегі қайғы қуанышым тек өзіңді тілеп Және тез қараттық, тағы да 2 бағаның ортасына тез баға жасайтын боламыз. арманым өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым бір сен едің аққулар ішінен қалап сүйіп таңдағаным махаббаттың жаным мәңгі солмас гүл едің арманымда сенсің аппақ өмір тілегім Осылай тағы 5 ілмей жасаймыз. Оны ортасына қарай тоқимыз. Және осы жерде тоқимыз. Және тағы да 5 ілмей жасаймыз. Осы жерге қадаймыз. Және тағы да 5 ілмей жасап, 2 бағаның ортасына тағы 4 баға тоқимыз. Жайдарлы жан гүлім сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім жан жүрегім Сағынам еркем сені толқытады мені сезім лебі мөлдіреген сол бір көзіңдегі сенің Қыздар орамалымыздың ерекшелігі онда моншақтардың болуы және моншақтардың оған тоқылуы болып табылады. Біз қазір соны тоқитын боламыз, мән беріп қараймыз. Ең алдымен осындай 5 ілмек алып, 2 баған жасайтын боламыз. Мынау бірінші бағанымыз. Енді біз екінші бағанымызды тоқимыз. Екінші бағанымызды тоқып болғаннан кейін бисерге арналған көйчегімізді аламыз және оған моншақты өткіземіз. Моншақты алғаннан кейін оған тоқыма жіпке, осы жіпке қарай моншақты өткізетін боламыз. Міне осылай өткізіледі. Моншақты өткізгеннен кейін оны көйчекпен жіптің ұшына бірінші, екінші бағанымызға қосып тоқитын боламыз. Қыздар, егер сіздерде осындай бисерге арналған көйчектарыңыз болмаса, обычно инемен моншақты кіргізуге болады. Бірақ ол үшін кішкене моншақтарыңыз ірілеу болу қажет. Менің моншағым кішкентайлау болды, сол себепті бисерге арналған көйчекті қолдандым. Жалпы бисерге арналған көйчек сіздің жұмысыңызды оңайлатады және де оның бағасы қатты қымбат емес. Ол өзіңізге алуға қолайлы бағада. Енді тағы да 5 столбик алып 4 баған жасаймыз. Өзімім таусылды болат көшім жүректегі қайғы қуанышым тек өзіңді тілеп жұбанады кетпеші қасымнан аңсап күткен арманым өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым бір сен едің аққулар ішінен қалап сүйіп таңдағаным махаббаттың жаным мәңгі солмас гүл едің арманымда сенсің аппақ өмір тілегім
жабығар жан жүрегім. үш баға жасаймыз. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүлегім, арманымда сенсің әппақ өмір тілегім. Bir sen едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім. Бағаның қажеті жоқ. Міне осы жерге 5 ілмекті тоқимыз. Жан жүрегім. Мына жерге біреуін тоқимыз. Тағы да 5 ілмек алып, осы жерге және баған мен ілмектің ортасына тоқимыз. Және де тағы 5 ілмек алып, қыздар мен 5 ілмек тоқыдым. Осы жерге тоқимыз. Тағы да 5 ілмек алып, Жүзіңнен арай көрдім, адасып алдыма қалай келдің. Көз алмай қызыға қарай бердім, арнап бұл әнімді. Сен ойлап тынады ішім, төзімім таусылды болат көшім. Жүректегі қайғы қуанышым тек өзіңді тілеп жұбанады. Жетпеші қасымнан аңсап күткен арманым, өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым. Бір сен едің аққулар ішінен қалап сүйіп таңдағаным. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүледің, арманымда сенсің әппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүледің, арманымда сенсің әппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім. Жан жүрегім.
кем сені толқытады мені сезім лебі мөлдіреген сол бір көзіңдегі Қыздар, міне бағандарымыз тоқ болдық. Моншақ бізбен бірге. Енді біз 5 ілмектен тоқып шығамыз. Өтейікші мәңгі қол ұстасып, келші сүйген сәулем жанардағым. Кетпеші қасымнан аңсап күткен арманым, өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым. Бір сен едің аққулар ішінен қалап сүйіп таңдағаным. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүл едің, арманымда сенсің әппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім, жан жүрегім. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүл едің, арманымда сенсің әппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім, жан жүрегім.
1, 2, 3, аңсап 5, 7 жабығар сияқты жан көбейе береді. жүрегім. Шет жақтаны бір-бірден қосылып жүреді. Мен сіздерге тоқылған түрін көрсетіп жатырмын. Мынау біріншісі, екіншісі, үшіншісі, бесіншісі тап осылай өзгеріссіз тоқыла береді. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүлегім, арманымда сенсің аппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жаным сен іздеп, аңсап жабығар жан жүрегім. Тоқып бас жағын аяқтайтын боламыз. Жан жүрегім. Біз 4 ілмек алып, осылай артқа қарай қайтарып, тағы 4 баған жасайтын боламыз. Және де орамалдың шетіне дейін 5 ілмектен тоқимыз. Қыздар, міне осылай 5 ілмектен тоқып жалғастыра береміз. Орамалдың соңына дейін осылай тоқимыз. Қыздар, енді 5 ілмекті алып, осы жер өзгеріссіз қалады. Енді біз осылай 3 ілмек алып, 2 баған жасаймыз. Және тағы 3 ілмек жасап, оны осы жерге осылай тоқимыз. Тағы 3-уін аламыз, 2 баған жасаймыз. Тағы 3 ілмек алып, осы жерге бір столбик, кішкентай столбик жасайтын боламыз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Енді тоқып болдық. 5 ілмекті алып, тағы 4 үлкен баған жасаймыз. Енді қазір ең бастысы әдемі болып көрінетін шашақтарды тоқимыз. Қыздар, енді шашақтарға көшеміз. Осылай жіпті созамыз. Екінші шетін алып қосып, кішкентай столбикпен қосамыз. Араларын қосып, тағы да жіпті созып, оны тағы
жүзіңнен арай көрдім, адасып алдыма қалай келдің, көз алмай қызыға қарай бердім, арнап бұл әнімді. Сен ойлап тынады ішім, төзімім таусылды болат көшім, жүректегі қайғы қуанышым тек өзіңді тілеп жұбанады. Кетпеші қасымнан аңсап күткен арманым, өзіңменен бірге тусын әрбір таңдарым. Бір сен едің аққулар ішінен қалап сүйіп таңдағаным. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүл едің, арманымда сенсің аппақ өмір тілегім. Бір сен едің жайдарлы жан гүлім, сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім. Махаббаттың жаным мәңгі солмас гүл едің, арманымда сенсің аппақ өмір тілегім. Ал қыздар, сонымен ғұлама дайын. Ғұлама осындай әдемі және ерекше болып шықты. Енді оны қалай отыратынын көрейік. Ғұлама өте әдемі әрі нежный болып шықты. Егер де қыздар менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий жазып кетсеңіздер, және де осымен менің еңбегім бағаланды деген ойдамын. Барлығы сіздер үшін, сіздерге пайдам тиіп жатса өте қатты қуаныштымын. Ал қыздар, жақсы күнде көріскенше.